жалғаса береді. Сондықтан бүгінгі конференцияға қош келдіңіз дей отырып, қазақты қазақ дейік деп мақала жазып, атымызды қайтарып бергеннің өзі Сәкеннің ұлы тұлғалығы деп білеміз. Бұрған Тұрсынбек Кәкішұлы еді. Ол өзінің қазірмен қуатымен Сәкен тану ілімін бүгінгі қазақ жастары үшін, бүгінгі өскелең жас ұрпақ үшін Сәкеннің бойынан үйренетін қасиеттері көп. Біріншіден, Сәкеннің біз өнеге тұтатын, біз үйренуге тиісті ұлық қасиетінің бірі, ол Сәкеннің ғылым, білімге де конференцияға қош келдіңіздер дейміз. Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығының түрлік жанрлық ерекшелігіне, тақырыптық сан қырлылығына баға беру идеясын алға тартқан Сәкен туған халқының ер ақыны, революция дауылпазы деп аталатын конференция бағытында өз жұмысымызды бастаймыз. Сонымен, біздің секцияда 6 баяндамашы бар, онда алғашқысына кезек берейік. Сәкен Сейфуллиннің қазақтың біртуар ұлының әлі де зерттелмеген қыры, сан сырлы ашылмаған сыры көп екенін білесіздер. Ендеше Сәкен шығармашылығы эссе жанрында. Қарағанды облысы Шет ауданы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бөлкенбаева Әйгерім Дәулетияровнаға кезек беріледі. Жұмыс тақырыбы Сәкен шығармашылығы эссе жанрында. Сәлеметсіздер ме? Сонымен, жұмысымның мақсаты оқушы сапалы, талапқа сай эссе жазу үшін мұғалімдердің назарына талапқа сай жазылған эссе үлгісін ұсынып отырмын, және оны талдауға тырысамын. Себебі эссе жанры ол шығармашылықты қалайды, құрылымның дұрыс болғаны керек, тезисті оқушы дұрыс анықтау керек, ой даралығы ескерілу керек, сезім болу керек міндетті түрде, ал ең бастысы ол мемлекеттік емтиханда сұралатын құнды шығармашылық болып табылады. Және қазір өзіміз білеміз, кез келген байқауларда осы эссе талап етіледі. Ендеше, мәселен, Сахара Саңғылағы Сәкен шығармашылығын оқығанда оқушылар білімін шығармашылық ойлаумен астастырып, эссе жазу арқылы жүйелесе, эссеистің дара пікірі, өзіндік көзқарасы, пікір білдіру алаңы, ойын жеткізуге ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі танылар еді. Сәкен қатал күрес үстінде шынығып өскен азамат, ақын. Ол өзі белсене араласқан әдебиет қозғалысы қайшылығының ащы-тұщы дәмін де молдатты. Ол әр уақытта Қазақстандағы әдебиет қозғалысының басы қасында, жуан ортасында болды. Енді эссе жазғанда эссеистің алдына қойған мақсаты Сәкеннің шығармашылығын талдай отырып, әдебиетте алатын орнын өзінің сезімімен астастырып жеткізу. Ендеше алдарыңызға Сәкен тірі қазақта елі барды эссесін ұсынып отырмын. Қорлық пен намыс, мазақ пен ар арпалысы, жауыздық пен қатыгездік, айып пен жаза, жазықсыз кінәлау, кезелген мылтық, ату жазасы, ащы үн, ажалға толы вагондар, өмір мен өлең. Осындай текедей тірескен дүниелердің куәсі болып, сұрқия саясаттың құрбанына айналған ақиық ақын Сәкен Сейфуллин. Ол халықтың қорлық көрген туын ұстап, әділдік жолын іздеді. Қазақты қырғыз емес қазақ деп дұрыс атау керек екен тайсалмай ұғындыра білді. Қазыналы тіліміздің сөз маржанының қандай болатынын қорғау тамырлы қазаққа дәлелдеді. Дара ақынның сұлу жанынан көріліп, талай дүниелер өмірге келді. Адам жанын жалынды жырмен сөккен, оны биік таудың басындағы кілттеулі сыр сандыққа балаған ақынның өмірі табиғатпен егіз. Себебі табиғат оның жабырқау көңілін жадыратып, бойына бостандыққа деген сенім ұялатты. Сәкеннің табиғаты ашуланып дауыл болып соғады, долданып найзағай болып жарқырайды, жадырап жазда, кектеніп нөсер болып құйылады алады. Оның өзгелерден ерекшелігі де осында. Міне, осындай табиғаты да, жаны да сұлу Алаш баласының есімі біздің жүрегімізден өшпесі сөзсіз. Қара тырнағына шейін ақындық үшін жаратылған азаматтың сұлулықты сезінуі,
және соны көзге анық көрінетін жанды суретке айналдыруының өзі адамды таңғалдырмай қоймайды. Қатал күрес үстінде шынығып өскен Алаш ұлы болаттай берік туындыларды тудырды. Оның әр мұрасы қазақ әдебиеті сахнасының алтын кірпіші болып қорлануда. Қазақ жұрты барда бұл сахнаның құламайтын ақиқат. Көзден кеткен көңілден кетеді деп жатады ғой, бірақ алып ақынның бейнесі көзден де кетпейді. Жаңа Астананың ескі орталығы Сәкен Сейфуллин мұражайы. Мұндағы атаулы сағат пен еңбек туы ордені, ату жазасына дейін алған патефон, жіңішке таяқ, өткен өмірге қолданған қарапайым заттары жалынды жанның азапты жолындағы үнсіз куәгеріне айналатын жәдігерлер. Міне осындай өшпейтін құнды дүниелері барда ақын қазақ халқының жүрегінде, ең бастысы өлеңдері санада өрілген. Тар жол тайғақ кешкен тұлға аш бөрідей сыншылардың құйтырқы саясатының қанды қақпанынан өтті. Уақыт өтті, заман өзгерді, халықтың ақынға деген алайда құрметі мәңгілік. Бұл оқушының сабақты талдағаннан кейін өзінің түйген ойы жазған эссесі болатынды. Талдап көрейік. Бұл шығармашылық түрдің мақсаты оның құрылымдық талаптарын сақтай отырып, тақырыпқа қатысты пікірлер негізінде өзіндік тұжырымын жасай білген. Тың ой, ерекше идея, рухани азық ойлар бағалы туынды жасау. Аталған ерекшеліктер мен құндылықтарды талап еткен бұл жазба жұмысын жазудың оңтайлы жолдарын мұғалім анық, ашық, түсінікті етіп көрсеткендіктен эссеист эссе тақырыбының ерекшелігі мен мәнін анықтай алған. Оған қатысты теориялық материалды зерделей білген, тақырыптың бүгінгі күнде маңызды тұсын анықтаған, бөлімдерге қатысты ойларын шағын мәтінмен жазып шыққан. Бұл эсседе оқушы табиғаттың сыршыл сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына, әшекейлі композицияға құруға тырысқан. Қорыта келе айтарым, ұшы қиыры жоқ өнер мен қиялды тапқырлықты үнемі үйрену мен дамуды талап ететін ізденіс түрі мұғалімнің шығармашылығы. Сөз арқылы емес, әрекет арқылы үйретуді басты назарға қоюымыз керек. Сол жағдайда ғана берілген біліміміз сапалы, өмірлік болары хақ. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Айгерім Дәулетарова.